Assalamualaikum dostlar, бүгін бірге мен Ресей. Бүгін біз настройка жасадым. Сол настройканы сіздерге шығаратын боламын. Не? Достар, и тағы настройка жөндеу деп сұрасаңдар, настройка жөндеп қалай екен шығаратын боламын достар. И мен настройка қараңыздар. Бірінші очередь қараңыздар, аны қойып алыңыздар. Не осындай управлениядан тип прицела новенький қойсақ қараңыздар. Жоқ. Но место. Қазір. Так. Қазір. Новинка. Қазір. Міне таптым. Сіздерде мынандай тұрса, тез кететін болса, сізде міне управление кіріп бүйтіп. Ең асты түсесіздерді стил индикатору повреждения дегенді классический қойып қойыңыздар. Сосын осынды тез кететін болады. Сосын оттяжкаларын кішкене хотя бы дегенде қосыла бастайды. Мен бүгін сіздерге Redmi Note 11-ге настройка беретін боламын достар. Қараңыздар. Отырасың, тағы кіресің. Достар, енді кешіңізде көп видео түспей кетсе, бір проблемаларға қатысты. Видео актив мүлдем түсіп кеткен. Сол үшін видео түсіргім келмей қалды. Сол үшін активті motion қылып кетіңіздер достар. Қараңыз. Мені мансабаттап үйренгілеріңіз келсе, мені үйренуге болады деп қойсаңдар жетіп айтам. Қазірдегі міне ястырып алдым. Мынаның орнына M5 алам. И 90-ның орнына 6-лықты алам. Қараңыздар. Оп. Короче, оп дейсіңдер. Короче, осы достар Redmi Note 11-ге жаттап алыңыздар. Сізде Redmi Note 11 болса, осыны қоюға болады. Қараңыздар. Оп, бас. Именно мынандай тактика бар қазір. Қараңыздар. Мысалына үйреніп аласың. Қараңыздар. Бүйтіп прицелмен көздеп тұрасыңдарды. Ютубер сияқты, софт сияқты. Сіздерде міне естіп кетуі мүмкін. Бірақ мына жасанды қараңыздар. 10 минут ондай. Прям бір оқтан шат қараңыздар. Прям бір оқтан шаруға. Бой қаруға шат. Керек десең ға. Бір жаман қаруға қойшы қазір. Қараңыз, мысалы, S2 алып аламыз. Қараңыздар. Корт алып аламыз. И достар, босқа отырмай, лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Келесі, егер сіздер активті мощный қылып кететін болсаңыздар, келесіде күшті деген настройкалар шығарып, күшті деген видеолар түсіретін боламын. Міне, мен өзім жасаған настройка. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Сразу кетеді.
еще мені хейт етуді қойыңыздар. Мені хейт еткен сайын видео көп күннен кейін шыға бастайды. Ал сіздер хейт етпей актив мощный көрсететін болсаңыздар, онда мықты актив көрсететін болсаңыз, онда күшті деген видеолар шығаратын болам, достар. Қараңыздар. Блоктан берем. Естіп блоктан қадайсың ғой. Келесің. Тақтып қадайсың. Короче, қазір. Осы мықты настройка. И достар, мен новыйдан TikTok канал аштым. Сол TikTok каналға тіркеліп кетіңіздер. Оның TikTok каналымда описания сілтемесін қойып кететін болам. Соға менің TikTok каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сода да қызық видеолар шығатын болады, достар. Соға 2 видео қойғам, ол екеуі де өте қызық. И мен Telegram каналыма тіркеліп кетіңіздер. Telegram канал мен TikTok каналымды неге қоятын боламын. Описанияға қоятын боламын. Соған тіркеліп кетіңіздер. Көп актив болған сайын, YouTube'да көп актив болған сайын тез видео шығатын болады, достар. Осы настройканы мен Telegram каналыма қойған болатынмын. Телеграмма қойған болатынмын. Қоятын боламын. Сол Telegram каналды жоқ, дет көрсете салайын ба? Онда кеттік. Міне жақсылап қарап алыңыздар. Өзім құраған настройкам міне 60. Міне 60 қараңыздар. И міне тұр ғой. Міне ешқандай монтаж жоқ. Жігітчейтін монтаж жоқ. Міне монтажсыз ақ. Көрдіңіздер ме? Монтажсыз ақ. Жігітчейтін монтаж жоқ. Міне монтаж мен емес мынау. Сіздер бот, анау мұнау демей қойыңыздар. Конкретно СН шыққыларыңыз келсе, менен настройка айбой шығады. СН шыққыларыңыз келсе, СН шыққасында бот деп. Хейт етпейсіңдер. Мен мысалы әр ютубқа кірем, әр қазақты көрем. Әр қазақты көрсем, лайк басып подписаться етіп кетем. Ондай бот, анау демеймін. Өйткені ол біздің қазақ бауырымыз. Сол үшін, достар, лайк басып подписаться етіп, ондай комментария любой БЖБ дегендей, любой жазыңыздар, ЖБ дегендей. Бірақ только бот деп хейт етуден басқа. Жарайды, достар, осымен сау болыңыздар, достар.